Қайырлы күн достар, бүгін каналымда өзімнің ең сүйіп пісіретін тәтті тағамдарымның бірі муравейник тортын дайындаймыз. Осы рецепті мен бірнеше жыл бойы қолданып келемін. Әрдайым балдай тәтті әдемі болып шығады. Осы рецепт сіздердің де көңілдеріңізден шығады деген үміттемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары май және 3 қасық қант ұнтағын қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 3 жұмыртқаны қосамыз. Бір шай қасық қамыр қопсытқышын салып жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын жұмсақ қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. 2-3 сағат өтіп, қамырымыз қатайған соң, қамырымызды үккіштен өткізсек те болады, немесе мен секілді ет тартқыштан өткізсеңіз болады. «180 градусқа қызып тұрған пешімізде 10-15 минут аралығында пісіреміз. Піскен қамырымызды жылы күйінде ұнтақтап, уақтап, уатамыз. Міне осындай болып шығуы тиіс. Ал енді кремін дайындаймыз. Жұмсақ сармайды миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Оған қайнатылған, қоюландырылған сүтті қосамыз. Кремімізді жақсылап араластырып, оған қамырымызды қосамыз. Оны жақсылап қолымызбен араластырамыз. Дайын болған муравейник тортын формаға келтіру үшін мен кішкентай стакан қолдандым. Стаканның ішіне жабысып қалмау үшін салафан салып, ішін муравейник қоспасын, торттың қоспасымен толтырып, оны тығыздап басып, формаға келтірдім. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Мінекей муравейник тортын формаға келтірдік.
дәл осы қалыпта үстелге қойсаңыздар да болады, немесе үстіне ерітілген шоколадты құйсаңыздар да болады, немесе үшінші түрі жаңа шоколадтың үстіне кокосовый стружка кокосты сеуіп үстелге қойсаңыздар да болады. Қай-қайсысы да әдемі, ең бастысы өте тәтті әрі дәмді. Сіздерге муравейник тортының рецептісі ұнады деген үміттемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар.